Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ шелпек дайындаймыз. Бізге шелпекке сүт, су, тұз, қант және ас содасы қажет. Осыған ұнымызды салып, жақсылап илейміз. Қамырымызды илеп, целлофанға 20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін бірнеше бөліктерге бөліп, жайып, қызып тұрған майға пісіреміз. Шелпек өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видео ұнап жатса, каналыма жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын.